Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Қауіпті олжа 90-шы кварталдан табылған снаряд құтқарушыларды аяғынан тік тұрғызды. Біз оны анықтау үшін Приозерск қаласынан саперларды шақырдық. Кітапханадағы түн, оқырмандар түні бойы кітап оқуға мүмкіндік алды. Бұл кітапханада оған дейін көрмеген кітаптарды көрдік. Енді осы кітаптардың біреуін алып, үйде оқып шықсам деймін. Ұлттық спорт. Балқашта Намат ММА-дан республикалық жарыс өтті. Ал осыдан жеңгендер халықаралық жарысқа жолдама алады. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл мереке Балқашта да кең көлемде аталып өтті. Негізгі шара көл жағалауындағы Желтоқсан көшесінде ұйымдастырылды. Шаһар тұрғындары тек мерекелік концертті тамашалап қана қоймай, өзге ұлт өкілдерінің ұлттық тағамдарынан ауыз тиісті. Шаһардағы негізгі мерекелік шара балқаштықтар үшін ұйымдастырылған арнайы концерттен басталды. Онда түрлі ұлт өкілдерінің әндері орындалып, әр халықтың ұлттық биі мен ойындары сахналанды. Шара әрі қарай мәңгілік ел идеясына арналған флешмобпен жалғасты. Кейін қала әкімі Александр Аглиуллин сөз алып, қала тұрғындарын мейраммен құттықтады. Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл ғасырлар бойы қазақтың ұлан байтақ даласын мекендеген ұлттардың ынтымағының мерекесі. Мерекеде Балқаштағы этно-мәдени бірлестіктер белсенділік танытты. Бірлік күнін тойлауға келген қалалықтар түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық тағамдарынан ауыз тиіп, жәдігерлерімен танысты. Ал өзге халық өкілдері киелі қазақ деген шаңырақта тату-тәтті өмір сүріп жүргендеріне шүкіршілік етті. Приехала сюда, когда мне было 10 лет. Сейчас мне уже за 70. Казахи очень гостеприимный народ. Мы были, у нас многие друзья уехали в Россию. Ну и вот звонят и говорят, мы сколько уже больше 20 лет там. До сих пор мы друзей там не нашли таких, как здесь. Бұл Балқашымызда қаншама ұлт болса, соның бәрі бізге дос. Көршіміз татар бар, орыс бар, басқа да кәріс бар, бәрімен араласып тату-тәтті. Менің ұлттық өзімнің мінезіммен мақтанамын. Өйткені біздің Қазақстанның қанатының астында қаншама ұлт бірігіп өмір сүріп жатырмыз. Татуымыз қазір бүгінгі мереке соның бір куәсі сияқты. Мейрамда мүмкіндігі шектеулі жандардың қолынан шыққан қолөнер бұйымдары көрмеге қойылды. Тоқылған, ойылған, өрнектелген заттардың ішінен ұнағанын сатып алуға да болады. Бұл көрмеден қала суретшілері де тыс қалмаған. Оларда пейзаждарын, портреттерін, Балқашты бейнелеген картиналарын ел назарына ұсынған. Гүлшат Байтөкешова, Асхат Тоқбаев, Өркет Медиа. Қауіпті олжа 90-шы квартал аумағынан снаряд табылды. Жарылғыш заттар жол шетіндегі шұңқырда жатқан. Оны көрген тұрғындардың бірі бірден құтқарушыларға хабарласып, төтенше жағдайлар қызметкерлерін аяғынан тік тұрғызған. Ал оқиға орнына келген мамандар 100 және 72 мм снарядтардың сынғанын анықтаған. Олармен қоса 8 снаряд гильзасы және 4 жарылғыш зат табылған. Десе де бірде-бірі адам өміріне еш қауіп төндірмеген. В ходе установлены снаряды осколочно-фугасные. Табылған заттардың барлығы қауіпсіз болып шықты. Біз оны анықтау үшін Приозерск қаласынан саперларды шақырдық. Олар снарядтың барлығын тоқырау полигонына апарып, жару арқылы жойып жіберді. 21-ші ғасыр техника мен технологияның дамыған заманы. Сондықтан да болар кітап оқитын жастар сиреп бара жатыр. Осыны ескерген Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхана қызметкерлері тұрғындар үшін түні бойы жұмыс істеді. Оқырмандары болса, түн ауғанша кітапхананың мұрағат қоймаларын емін-еркін аралап, тосын сыйларға куә болды. Кітапхананың түнгі әлеміне жиналған қала тұрғындары алдымен кітап қорына бет бұрды. Онда оқырмандардың назарына 200 мыңға жуық түрлі тақырыптағы көне әдебиеттер ұсынылды. Ал сондай оқулықтарды көзбен көруге арнайы келген оқырманның бірі Жанар Маркс. Бізге жалпы қызықты болды. Бұл кітапхана өте жақсы екен. Бізге әсіресе оның ішіне лабиринт қатынады. Бұл кітапханада оған дейін көрмеген кітаптарды көрдік. Енді осы кітаптардың біреуін алып, үйде оқып шықсам деймін. Ал кітапхананың екінші қабатындағы оқу залы бір күндік сән салонына айналды. Мұнда Балқаш сервис колледжінің болашақ стилист шаштарашы мамандары келгендерге түрлі шаш үлгілерін жасап, сұлулық сырынан кеңес берді.
В основном просят французские косы, плетение из... Біз бұл шараға колледжден арнайы келіп атсалысып жатырмыз. Қыздар көбінесе шаштарын өріп беруді сұрайды. Жастар арасында бұрынғыдай шаш өрімдері сұраныста екенін байқадым. Бұл қуантарлық жағдай. Түнгі шара аясында қыздар сұлулықтың сырын меңгеруге барын салса, ер балалар спорттық сайыстардан бақтарын сынады. Бірі мергендіктерін тексеріп додаға түсті, ал өзге ұлдар қол күресінен күштерін сынап, мықтылықтарын арттыруға тырысты. Және бұл ортада ешкімге жан салмай Ахмет Қуанышбеков үздік атанды. Өзімнің ұнады, өйткені ұлттық ойынға қол күресіміз. Өзіміз кішкентай кезімізден сондай жақсы көреміз қол күрес. Ал өнерсүйер қауым үшін мектеп оқушылары театрландырған көріністі ұсынды. Тарихи мазмұны бар қойылым арқылы келушілердің назарын аударып, кітап оқуға шақырды. Здорово, конечно же, про хвост. Ну, про хвост или нет, у вас все равно будут неприятности. Балқаштықтардың рухани байлықтарын арттыруға бағытталған шара әрі қарай қолөнер шеберлердің туындыларының көрмесімен интеллектуалдық ойындармен түнгі сағат 11-ге дейін жалғасын тапты. Толқынбатты Алуа, Думан Қалбаев, Өркен Медиа. Нөмірі 8-ші мектептегі кадет сыныбының оқушылары енді нағыз қарудан оқ ата біледі. Жас сарбаздар кіші калибрлі винтовкамен танысып, одан атуды үйренді. Ал мұндай шара әскер және Динамо қоғамдық ұйымдарымен бірлесе отырып өткізілді. Не направлять оружие в сторону животных, зданий, строений, окон и так далее. Ұландар қолына қару алмас бұрын міндетті түрде қауіпсіздік ережесі түсіндірілді. Өйткені ТОС 8 винтовкасы ойын қару емес. Оны Ұлы Отан соғысы кезінде кеңестік партизандар қолданған. Қазір бұл әскери қаруды аңшылар да күзетшілер де пайдаланады. Қолдануы жағынан қарапайым, алайда тигізер зардап ауыр. Сондықтан да бірінші кезекте сақтық керек. Стрельбы проводятся из мелкокалиберной винтовки. Бұл винтовка кіші калибрлі болып саналады. Оның калибрі 5-6 мм. Бұл қарумен 250 метр жердегі нысананы көздеуге болады. Егер оның оғы адамға не болмаса жануарға тиетін болса, онда оның арты өліммен аяқталуы мүмкін. Жарақат алуы да ықтимал. Винтовкадан оқ атуға 42 бала қатысты. Бәрі де іріктеуден өткендер. Арасында 6 оқитындар да 9-шы сынып оқушылар да бар. Ал нысана 25 метр қашықтықта орналасқан. Оны көздеп атуға 5 мүмкіндік берілді. Десе де бұл сынақ біреулер үшін қиын болса, біреулер үшін аса ауыр болмады. Тегізе алмадым. Өкінішті. Осы бірінші ататта келесі жолы тағдатым келеді. Келесі жолы дүптізе тағда тет деп ойлаймын. Мен өзім мешенге бүкіл 5 оқты да тегізім. Бұл жерде 9-6 тұр. Басында ойлаған бұл қиын шығар деп. Мен өзім бірінші оқ атқаннан кейін өзіме жеңіл болып кетті. Мерекелік жарыс Балқашта аралас жекпе-жектің намат ММА түрінен республикалық ашық чемпионат өтті. Дүбірлі додаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 320-ға жуық жас спортшы қатысып, 2 күн бойы сынға түсті. Күрес алаңына алғашқылардың бірі болып жерлесіміз Андрей Журавлев шықты. 9 жастағы спортшы 32 келі салмақ дәрежесінде тараздық баламен жұдырықтасып, қала намысын қорғауға барын салды. Нәтижесінде бірінші кездесу балқаштық спортшының пайдасына шешілді. Мен көбінесе аяқпен жұмыс істедім, бірақ ол мені құлатып, күрестің тәсілдерін қолданды. Сол жері ережеге сәйкес келмеді. Алайда мен жеңіске жету үшін барымды салып тырыстым. Әйтеуір дегенде жеңдім. Арманым орындалды. Жалпы намат ММА стилі бойынша 10-шы рет өткізілген чемпионатқа 312 жасөспірім қатысты. Оның ішінде 50-і қыз балалар болды. 10 мен 15 жас аралығындағы спортшылар 32 келі салмақ дәрежесінде таразыға түсті. Этот чемпионат проводится уже 10 лет. Мұндай жарыс биыл 10 рет ұйымдастырылып отыр. Осы жылдар аралығында спортшылардың дайындықтары, тәжірибелері артып келеді. Наматтың стилі толық қалыптасуда. Ал осыдан жеңгендер халықаралық жарысқа жолдама алады. Тартысты жарыста Қарағанды қаласының спортшылардың көбісі бірінші орын алып, үздік өңір болып табылды. Алайда балқаштықтар да үмітті үзбеді. Жерлестеріміздің қоржынында 14 медаль бар. Оның ішінде 4 алтын, 6 күміс және 4 қола. Айта кету керек, осы чемпионатта жүлделі орындарға ие болған спортшылар қазан айында Қарағанды қаласында өтетін халықаралық сайысқа жолдама алды. Толқынбатты Алуа, Ильяс Тукебеков, Өркен Медиа.
Ал біздің бокс бағландары облыстық біріншіліктен жеңіспен оралды. Дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің спортшылары айтулы жарыстан 1 алтын, 2 күміс медальді олжалап қайтты. Балқаштың намысын қорғауға барған 7 баланың тек 3-еуі жүлдемен оралды. Олардың бірі 46 келіде алтыннан алқа тағынған Ерасыл Ермек. 12 жастағы боксшы жезқазғандықпен шығып, айқын басымдылықпен жеңіске жеткен. Ал Мұхтар Оңдасынов болса ақтық сында мұрны қанап күміс жүлдегер атанды. Және 15-ші мектептің оқушысы Ерсұлтан Махабаев қарсыласына ұпай саны бойынша есе жіберіп, 2-ші орыннан көрінді. Мен осындай жарыстарға 4-ші рет шығып тұрмын. Мен финалда Жезқазған қаласының баласымен шықтым. Мен қарсыласымды іштен көзде бастан ұрып, айқын басымдылықпен 3-ші раундта жеңдім. Мен Шахтинск қаласымен шықтым. Ол 3-ші раундта орнымнан 2 рет тұрып қанатып жеңісті алды. Мен бостан қолым ашық болып қалып, удар жіберіп алдым. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам, ал ертең жас жол инспекторлар арасында өткен жарыстың куәсі боласыздар. Сондай-ақ Ресейге барып жүлделі орын алған балқаштық әншілер туралы да айтатын боламыз. Өткізіп алмаңыздар, амандықта жүздескенше.